Бәріне сәлем достар, сіздермен бірге мен Бектұрған Сабина. Бүгінгі видеоның тақырыбы тек YouTube деп аталады. Және де өздеріңіз көріп тұрғандай мен деген мынандай киімдемін, мынандай формадамын. Міне, яғни бұл дегеніміз мен деген сабаққа бара жатырмын. Бара жатқан жоқпын, бірақ дайындалдым. Және де кеше бізге сол бір завуч келіп ұрысты. Бізде бантик жоқ, қара жемпір жоқ. Яғни синий. Мен деген кеше спортивка киіп келгенмін. Киіп сол жаққа барғанмын, бірақ ұрысқан жоқ. Просто замечание істеді. Кроссовкамен сабаққа келмейміз. Бантиксіз келмейміз. Шашымыз өрулі болсын, немесе жинаулы болсын. Шаш жайып келмейміз. Және де қара жемпірлер, яғни қара дейбірім, синий жемпірлер киесінде, сондықтан мен осындай видтемін. Және галстук тақсын деген обязательно емес, бірақ все равно тағып алдым. Және де достар, смысл мынада емес, ал ендеше кеттік. Тек YouTube-тың бірінші сұрағы, каналда неше подписчик болу керек? Мен үшін мен ойлаймын, 100 подписчикте жетеді. Өйткені мен деген өзім 100 подписчикті өте қатты армандаймын. Немесе 1000. Тек YouTube-тың екінші сұрағы, конкурсты неше подписчик болғанда жасауға болады. Менің ойымша конкурс деген где-то 100 подписчик немесе 500, 1000. Короче, сондайда. Ал мен деген 100 подписчикті жасайтын шығам. Тек YouTube-тың үшінші сұрағы, видеоды қалай түсіруге болады. Біріншіден айтып кетейін, видеоны качественный түсіру керек, интересный, және де интересный деген қызық, качественный деген качествосы нормальный болу керек. Менің планшетімнің качествосы нормальный болмаса, онда өтінем кешірім сұраймын. Качественный, интересный, және де сол темаға арнап түсіру керек. Басқа тема қозғап кетпеу керек. Мысалы, мен сияқты сабақ жайлы айтып кеттім. Және де тек YouTube-тың төртінші сұрағы, ата-аналарымыз видео түсіргенді білу керек пе? Әрине, каждый ата-ана болған соң қызымыз, ұлымыз не істеп жүргенін білу керек. Әсіресе қызымыз, әйтпесе кейбір қыздардың аналары мен әкелері видео түсіріп жүргенін білмейді. Бірақ ол оқиға очень редко кездеседі. Сондықтан, конечно, білу керек. Тек YouTube бесінші сұрағы, ол деген YouTube деу керек па, YouTube деу керек па? Мен деген YouTube деп айтатын адамдарға шыным келеді. Олай айтып көрген жоқпын, бірақ мен YouTube деймін, әйтпесе YouTube деп адамдарға тұстығым келеді. Бірақ сіздерді өлтірген жоқпын. Тек YouTube-тың алтыншы сұрағы бізде немен түсіру керек? Камерамен. Тек YouTube-тың жетінші сұрағы, қандай видеолар түсіруге болады? Менің ойымша қызықты, және де сол керемет, яғни жиі қарайтын видеолар. Мысалы, влог дегендей, DIY, сұрақ-жауап. Сондай, короче, видеолар түсіруге болады. Back to school. Егер сабаққа дайындалып жатсаңыздар. Және де мен туралы 15-20 факт деген видеолар түсіруге болады. Тек YouTube-тың 8-ші сұрағы, яғни оның келесі сұрағы, ол деген немен монтировать етуге болады? Монтировать ететін приложениямен. Тек YouTube-тың 9-ші сұрағы, неге видео түсіру керек? Егер түсіргіңіз келсе, түсіру керек. Мен сияқты. Тек YouTube-тың ең соңғы 10-ші сұрағы, наконец-то. Видео түсірген оңай ма, или қиын ба? Оңай да, қиын да. Қазір маған оңайлау, өйткені баяғыда қиын болып, кішкене сөздерді айта алмай қалып жүрдім. Қазір ондай емес, шатасып қалсам да сөздерді не айту керек екенін білем. Және де баяғыда монтировка не екенін білген жоқпын. Және достар, осымен менің видеом аяқталды. Егер сізге бұл видео ұнаса, саусақтың жоғары тұрған белгісін басамыз. Және де менің каналыма тіркелуді ұмытпаймыз. Комментарийға өздеріңіз сұрақтарыңызды, идеяларын жазып кетіңіздер. Және де мен деген 3 апта видео түсірмегенім үшін тағы да кешірім сұраймын. Өйткені менде идея болған жоқ, компьютер, планшетім папам қарап жатты, және де качествосы нашар болғандықтан түсірмедім. Және де идея болған жоқ, түсіргім келмеді. Короче, мен деген
ана басқа соткамда түсіріп жүрмін, сондықтан түсіргім келмеді. Әйтпесе вообще уақытым жоқ сабақтармен. Ал сіздерді мен деген өтіп кеткен жаңа жылмен құттықтаймын. Неге кеш құттықтап тұр десеңіздер, өйткені айтып кеткендей менің уақытым болған жоқ құттықтауға. Және тағы да біреулер сіздерді құттықтағысы келеді. Мынау деген Сабинаның керемет жазушылары ғой. Жаңа жылды құттықтағаным үшін тек сіздерден кешірім сұраймын. Сабина видео түсірмеген соң менің вообще уақытым болған жоқ. Оның сабақ істеуіне мен көмектестім. Менің көмегімсіз ол ештеңе істей алмайды. Мен сіздерді жаңа жылмен шын жүректен құттықтаймын. Бақытты, аман, үздік болып жүре беріңіздер. Сабинаның каналына жақсы комментариялар жазатын қыздарға көп рахмет. Маған да күшті комментария жазыңыздар. Осымен болды. Пока, енді Сабина. Тағы да біреу сіздерді құттықтағысы келеді. Ол менің досым Мөлдір. Достар, Сабинаның подписчиктері, мен сендерді құттықтағым келеді. Жаңа жылдарыңмен сендерге зор байлық, денсаулық тілеймін. Менің де каналым бар. Оның аты Мөлдір лайк. Сіздер де жазылыңыздар. Подписчиктеріңіз көп болсын. Жақсы, бәріңе де сау болыңдар. Пока. Достар, мен сіздерді шын жүректен жаңа жылдарыңызбен құттықтаймын. Кеш болса да, шынымен құттықтаймын. Кеш құттықтап жатқаным үшін тек қана сіздерден кешірім сұраймын. Өйткені себебін айтып кеттім. Менің екі досымның құттықтағандары ұнады ма? Маған қатты ұнады. Сондықтан достар, тек аман сау болып жүре берейік. Пока-пока.